Бүгін сіздермен ленивый хичины дайындаймыз. Картопты жуып, оттың астына қоямыз. Піскен картопты езіп, оған біраз қасық су, тұз дәміне қарай, сыр саламыз. Оған оның үстіне жақсылап араластырып, оның салып, қамыр илейміз. Қамыр қолға жабыспайтын жұмсақ болады. Қамырды бөліктерге бөліп, оқтаудың көмегімен домалақ қылып есіп, қызып тұрған табада пісіріп аламыз. Оттың асты баяу болу керек. Қатты қызып кетпеуін қадағалаңыз. Дайын болған хичинидің екі жағына сары май жағып отырыңыз. Ленивый хичини дайын, менің рецептім бойынша жасап көріңіз.